Достар, видеоның басында міндетті түрде сіздерге бір өтінішімді айтқым келіп отыр. Бұл өтініш, достар, менің арнамдағы видеоларды без подписка қарайды екен, 98% ешкім тіркелмей қарайды екен. Давайте достар, сол көрсеткішті өзгертпасайықшы, достар. Сол бәріміз подписка қолданып, подписка істеп және лайк басып отырсақ, достар, сіздердің араларыңызда мен бір көрерменді алып 100 алмас немесе 300 алмас, одан да көп алмазға бір күшті бір сыйлықтар беретін болам. Сондықтан, достар, менің арнамда активный болып, жақында, достар, жақында күшті көрсеткіш жинасақ, барлық сіздерге, бәріңізге осындай бір сыйлықтар беру мүмкін. Сондықтан, достар, сіздерге сенемін, тіркелеміз, лайк басамыз, және де сіздерде мүмкіншілік болып жатса, өздеріңіздің керемет күшті комментарияларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Және де лайк басып, араларыңыздан көрермендеріме алмас салып беретін боламын. Ал давайте, достар, сіздерге сендім, соны бір өтінішімді орындайды деп ойлаймын. Ал енді давайте, достар, сіздерге жақсы көрсетілім болсын. Ал барлықтарыңа сәлем, достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгін, достар, мен СНГ региондағы топ 5 игроктарға қазір обзор жасап кететін боламын. Так, сіздерге рахметімді айтамын. Тіркеліп жатсыздар, лайк басып жатсыздар. 1000 подписчикке енді сәл қалды жетуге. Енді рахмет сіздерге. Және, достар, сіздер неқта алмазды көріп тұрсыздар ғой, неқта алмазды көріп тұрсыздар. Сіздерге алмаз ойнатуды қаласаңыздар, міндетті түрде сіздер менің кішігірім шартымды орындап кетіңіздер. Ол шарт, достар, қараңыздар, каналға тіркелу, осы менің арнама, и лайк басу, және де комментарий жазу. Комментарий жазған кезде сіздер өздеріңіздің айдияларыңызды, сосын қиын болмаса өздеріңіздің керемет комментіңізді жазып кетсеңіздер болады. Так, енді мен көп сызбай, мен қазір рейтинг бойынша СНГ-де ең мықты топ 5 ойыншылардың аккаунттарын қазір көретін боламыз. Мынақта өздерінің сеттері бар. Мынақта топ 1. Ойбай, менің достарым екен ғой. Так, регион бойынша, Мынақта 87 000. Ебать, 87 000 жинаған екен достар рейтингтан. Ал мен болсам 5000 деген 5000 деген, блин, мен 5000 өзін зорға жинаймын. Бұлар 87 000 жинап тұрсаң, қандай задроттар. Ебать, достар, мен айта алмадым. Так, мынақта өзінің бірінші орындағы СНГ игрогі бұл топ 1 деп тұр. Бұның аты қандай? Чайна дейді. База жоқ. Так, енді мынақта өздерінің топтарына 87 000, мынақта знак мастері 8 қатарынан, және де бұл рейтингтан қараңдар, бұл рейтингтан 278 жұлдызша. Мәссаған, топ десек те болады. Не жақта медальдар бар. Бұл жерде медальға қызықпайды екен, пропуск алмаған, тек не жерде біреу ғана алған екен. Мына жақта рейтингте мықты, мынақта сетті киімі өте тамаша, мынақта шаш, көзінің көзі, маскасы, мынақта мына жерде клавиатура ма, мышка сияқты, мынақта клавиатураның мынандай тоғы бар ма, не? Менде ондай жоқ, тек қандай USB, мынақта КТРЛ-ды жазып тұр, мынақта киімі точно әдемі. Мынақта қазіргі инкубатордың несі, достар, қараңдар, қазіргі инкубатордың оружиясы өте топ десек те болады. Мынақта үстінде пұты бар. Менде дәл осы пұт бар, достар, как көрсетемін, достар. Мынақта өзінің шлепкасы, и мынақта өзінің түлкісі бар екен. Мынақта енді, достар, мына жақта қараңдар 38 000 кило жасап тастаған. База жоқ. Так, енді қараңыздар, менде де осындай пұты бар. Бірақтан да осындай киім бар, и мынандай маска, короче, осындай шамал топ 1 игрокқа шамал ұқсап тұрмын мен, достар, Так, екіншісі. Так, короче, екіншісін көрдіңіздер ма? Лоббидағы ұшатын есімен келді. Бүркітімен, мына жақта қыздың персонажымен өзіне мынандай дробаш салып алған. Мынақта ақ пұты, ақ водолазка, ақ осыны кеде бар екен, кроссовкасы бар екен. Мынақта пингвин, база жоқ. Мынақта Муланның несі емес па, маскасы деймін ба, қалайды. Короче, ондай білмеймін, короче, сондай болып тұр. В общем, мынақта шашы бар, осыны Муланның несін киіп алған. Так, енді мынақта ұйғыр деген есіммен СНГ-де екінші орында тұр екен. Мына жақта 86 000 жинаған, база жоқ, 12 рет қатарында мастер болып келе жатыр. И потом мынақта бұл рейтингтен, яғни айтқанда мастер 1, ондай аты ойнай алмайды екен. Мынақта өзінің элитный пропусктың барлығын алып тастаған, база жоқ, донатер сияқты. И потом мына жақта жинаған мынандай заттары екен, мынақта өзінің жинаған уровендері. И потом мына жақта килл бойынша 33 000, топ 1 игроктан өте шама аз екен. Так, енді үшінші игрокты көрейік.
Так, үшінші игрокты ема ұшып келді. Мен бағана осының екінші орында екенін көрген болатым. Мына жақта үшінші орынға түсіп қалған. Мына жақта ема мына авасы дейін топ достар. Так, авасы өте керемет. Мына жақта 84-ші уровень. Мына жақта 65 мың неме үшінші орында тұр екен. Мына жақта 12 рет қатарынан рейтингтен мастерге жеткен екен. Мына жақта Боридинте 13 рет жұлдызша жинаған. Мына жақта 7 рет қатарынан екен, база жоқ. Мына жақта ема нан қараңдар достар. Ебать, нан қараңдар, жинап тастаған уровеньнің барлығын и пропустың барлығын алып тастаған. Тамаша. Мына жақта адығым кәнәп дейма, білмеймін, короче, деп тұр. Білмеймін, әнәп дейма, короче, білмеймін, мына жақта гейм дейді. Атын түсінбестен білмеймін, бірақ сіздер білетін болсаңыздар комментария жазып кетіңіздер. Короче, мына жақта килл бойынша 49 мың мынау топ 1 мен топ 2-ден гөрі көп килл жасаған. Және де киімін көрейік достар. Киімі деген қазір мынау бас киімі, мастердің бас киімі, бұрына олд бас киім. Так, мына жақта өзінің ака драконы бар. Мына жақта киімі, бұрынғы инкубатордың ең мықты чертежімен алынған. Мына жақта алтын несі бар екен, ангел штанасы бар екен. И мына жерге кроссовка. Мына жерге енді баға беретін бойынша өте 10-10 берем. Өте керемет, талғамы жақсы. Енді қазір 4-ші орынды көретін боламыз. Так, 4-ші орында болды бүркітпен ұшып мәссаған деп келді. Мына жақта өзінің двусолка попугаймен и потом мына необычно андай өзінің ең мықты инкубатордағы киімін киіп алған. Киім емес енді андай өзінің осындай киімі бар. Мына жақта маскасы, мына жақта арска синийдің несі маскасы бар. И мынандай шаш и осындай мастерлердің киетін андай өздерінің незелері бар, осындай шалбары бар и кроссовка кәдімгі. Мына жерде өзінің питомеці. Мына жақта бұл да тоже пропустың барлығын алып тастаған. Жетістіктер 500-ге дейін, 600-ге дейін алып тастаған. Мынау дерескі. Мына жерде Wolf дейді, қасқыр мінезі не екен. Короче, мына жақта 4-ші орындағы 65-ші орынмен тұр. Мына жақта знак мастерден 12 рет қатарынан жеткен. Мына жақта Боридинте ойнамайды екен, қызықпайым деп тұр ғой, в общем-де, түріне қарасаңдар. Мына жерде знак мастерадан 4 рет қатарынан жеткен екен Боридинтен. И потом мына жерде килл бойынша ема бірінші орын и екінші, үшінші орыннан гөрі игроктардан гөрі мынау 4-ші орындағы игроктың 88 киллмен барлығынан көп жасаған екен. Енді қазір соңғы 5-ші орындағы игрокты көретін боламыз. 5-ші игроктың қараңдар. Ема аутросы өте керемет. Қалай келген қараңдар лоббидағы. Так, короче, мына жерде маскасы өте топ. 10-10 беремін мына маскаге. Енді потоп онша емес екен. По приколу қоя салған. Мына жерде тоже аяқ киімі де по приколу қоя салған. Мына жерде енді ангел штаны кетсе өте әдемі кетеді. Мына жақта водолазка тоже әдемі. Мына жерде бұрынғы Юмпи. Короче, мына жақта 82-ші уровеньмен. Так, мына жерде 58 мың ұпаймен 5-ші орында екен. Өте тамаша. Ал медаль бойынша мана почкасын сатып тастаған. Мына жерде не 1000-ға дейін апарып тастаған. Қараңдар, 999, 1111, мына жақта 1001, 1400, 1000 770. Ебать, мынау деген почкасын сатып жүрген ба? Қалай жеткен мына жерге? Донатор десек те болады 5-ші орындағы игрокты. Так, енді мына жақта 11 рет жеткен рейтинг бойынша, ал мына жерде сезон бойынша Боридинтен 107 немен тұр екен, экспертпен и 5 рет жеткен екен мастерге. База жоқ достар. Енді килл бойынша 65 мың жинаған, уже отрядпен жақсы ойнайтын сияқты. Дуодан онша емес, солодан ондағатта ойнамайды, тек отрядпен ғана ойнайды екен. Короче, сеттің барлығын көрсеттім. Қай игрокқа қанша баға бересіз, қайсы мықты деп ойлайсыздар? Менің ойымша 5-ші орындағы адам өте көп донат еткен деп ойлаймын. Короче, осындай видео болды. Міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, және де достар, осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, немесе осы рекке шығуға көмектесіп жіберіңдер. Ал сіздер алмазды қалайсыздар ма тағы? Онда подписацияны басамыз, лайк басамыз, и өздеріңнің комментарий жазып айдалаңызып кетесіңдер. Ал сіздермен болған мен Данчо. Бүгінгі видео осындай болды. Келесі видеоға дейін аман сау болыңдар. Давайте.